қақсағанға бақпақты қалай дайындау керек деп көбісі сұрады алдыңғы видеода. Міне осылайынан жуып аласыздар. Сүт шығады. Осылайынан жиып аласыз. Осыны көктемде гүлдеп тұрған кезінде аласыздар да бір жаңағы бутылка арақ бар ғой, тең жартысындай осындай саласыздар. Сөйтесіздер да 21 күнге қараңғы, көлеңкі, құрғақ жерге қойып қоясыздар. И 21 күннен кейін тобықтарыңызға, тізелеріңізге жақсаңыздар, аяқ буын сырқырағаның кетеді. Көбінесе сол ата-әжелер жасап жатады, аяғым сырқырап жатыр, аяғым ауырып жатыр деп. Сол қысымен ауырып шыққанын біледі да, сол үшін көктемде ерте осыдан тұнба жасап қояды. Арақ қарам ғой, анау ғой, мынау ғой деп жатқандар, ол сіздер емге қабылдап жатсыздар біріншіден, екіншіден ішінде болмаса бір нәрсе алайын деп жатқан жоқсыздар. Сыртқа қабылдайсыздар, сыртқа жағуға арналған. Сол халық емі Нұрқаділ деген Instagram, YouTube парақшама тіркеп қойыңыздар. Басқа да емдер, тұнба жасау, басқа шөптер жайлы алдағы уақытта айтатын боламын.